Кешәрі қадірлі телекөрермендер, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей бейсенбілік кешкі эфирді көзбе-көз хабар жалғастырады. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз қоғамдық және жолдағы тәртіп, ал студиямыздың бүгінгі қонақтары таныс болыңыздар. Білімғали Сұлтанов, Маңғыстау облыстық полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі бастығының орынбасары, және де Әлижан Мирманов, Маңғыстау облыстық полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары. Кешәрі студиямызға қош келдіңіздер. Әңгімеміздің басын жалпы биылғы жол көлік оқиғасынан бастасақ, былтыр қанша жол көлік оқиғасы тіркелді, статистикадан бастасақ? Өсім бар ма, әлде төмендеді ма? Саламатсыздар ма? Былтырғы мына жол апатына келетін болсақ, былтырғы жылы 2 ай ішінде 23 жол апаты тіркеліп, 11 адам қаза болып, 27 адам әртүрлі дене жарақат алған. Биыл да сол статистикаға салыстырма түрде қарағанда, биыл жол апатының саны 3 санға өсіп, ал адам қаза табуы 3-ке кеміп отыр, яғни 8 фактісі орын алды, және жарақат алғандар саны да 3-ке өсіп отыр. Бұлай жалпылама айтқанда, енді жол апаттарының саны енді ішкілікті күйде автокөлік жүру былтырғы жылы 1 фактісі тіркелсе, биыл арақ ішкен күйде ішкілікті күйде автокөлік жүргізу және жол апатын жасау фактісі тіркелген жоқ. Жаңа өзіңіз айтыңыз, ішкілікті күйде деп, жалпы мас күйінде көлік басқарған жүргізушілерге биылдан бастап заң қатайды. Осыны түсіндіріп өтсеңіз. Саламатсыз ба, құрметті тыңдармандар. Өздеріңіз білетіндей 2020 жылы 11 қаңтар айынан бастап әкімшілік құқық бұзушылық кодекске өзгерістер енгізілген болатын. Бұрын 608 бабының бірінші бабымен 3 жыл құқығынан айырылатын болатын. 11 қаңтардан 2020 жылдан бастап бұл өзгерістер енгізілген болатын. Яғни ішкілікті күйде басқарған үшін 7 жылға жүргізу құқығынан айырылады, 15 тәулікке қамаққа алынады. Бұл егерде бұл жүргізушілер қайтадан 1 жыл ішінде қайтадан ұсталатын болса, бұл уже қылмыстық іс болады. 346 баптың бабымен қолданып сотқа жүреді. Бұл өзінің бас бостандығына айырылуға бұл жерде қарастырылған әкімшілік құқық кодексінде. Тағы да айта кететін мәселе, бұл жерде мына осы биыл ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекет басшысы мына заңнамаға жол жүру қағидасына өзгерістер енгізілген болатын. Ол 13 ақпан айынан бастап күшіне енді. Енді қазіргі таңда мына біздің республика көлеміндегі жүргізушілер өзімен бірге Қазақстанда берілген жүргізуші куәлігі мен автокөліктің құжаттарын алып жүруге міндеттемейді. Алып жүруге өзімен болады. Бірақ та өзімен бірге өзінің документі болу керек, өзінің жеке басын куәландыратын құжаты болу керек. Мына біздің полиция қызметкерлері осы келген ұсыныс неден ішкі істер министрлігінен нұсқама келген. Осы нұсқаманы біздің жеке құрамға патрульдік полиция басқармасының батальонына, рота қызметкерлеріне арнайы сабақта жеткізілді, айтып түсіндірдік. 13 ақпаннан бастап бұл қолданыста. Қазіргі таңда 13-нен бері ешбір жүргізуші куәлігін немесе жаңағындай техникалық техпасын алып жүрмеген үшін бірде-бір хаттама толтырылған жоқ. Қазір енді бұл мәселе енді айта кететін болсақ, мына 13 ақпаннан енді күшіне енді ғой. Бұл енді негізі бұл өзгерістер шетелден алған, басқа елден алған автокөліктерге бұл қатысы жоқ. Бұл негізі шетелден келген или басқа елден жүргізуші көліктер міндетті түрде өзімен бірге алып жүру керек. Сосын тағы да мына айта кететін жай, осы ағымдағы жылдың 24 мен 26 аралығында облыс көлемінде борышкер атты жедел профилактика іс-шарасы өткізілуде. Бұның енді мақсаты айыппұлдардан жалтарып жүрген азаматтардың айыппұлдарды өндіру мақсатында сот орындаушылармен бірігіп әкімшілік полиция басқармасы осы 3 күн іс-шара өткізіліп жатыр. Сол іс-шарада 2 күннің ішінде 8 миллион теңге өндіріліп, оның 7 автокөлік айыптұраққа жабылып отыр. Бұл жұмыс ары қарай несін табады. 700-ге жуық хат ескерту таратылды борышкерлерге. Бұл жұмыс әкімшілік полиция басқармасы тарапынан ары қарай жалғасын табады. Бұл азаматтардың жаңағы ұсталған кімдердің алдында борышы бар? Бұл мына
айыппұлдар мына автокөліктерді жүргізген кезде